Сәлеметсіздер ме әріптестер. Бүгін сіздерді өзімнің конференцияма шақыру себебім өзімнің авторлық бағдарламамда сіздермен бөліссем, республика көлемінде таратуға бөліссем деген мақсатпен сіздерді бас қосуға шақырып отырмын. Келіп қолдау білдіріп жатқандарыңызға көп рахмет. Мен бүгінгі авторлық бағдарламамның тақырыбы қазақтың ұлттық аспаптарын насихаттау деп аталады. Мен Алматы қаласы Әуезов ауданы 122 жалпы білім беретін мектептің музыка пәнінің мұғалімі Ербатырова Гүлнар Бақытжанова. Мен бүгінгі авторлық бағдарламам аптасына бір рет өтілетін 34 сағатқа арналады. Авторлық бағдарламам 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімінде халық аспаптар шежіресі, екінші бөлімі домбыра үйренейік, үшінші бөлімінде домбыра дастан, төртінші бөлімінде домбыра аспаптарында күйлерді орындау болып табылады. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты ұлттық аспабымыз домбыраны тәрбие құралы ретінде пайдаланып, оқушыларды өмір сүйгіштікке баулу, отан сүйгіш, ұлтжанды, жан-жақты дамыған жеке тұлға етіп тәрбиелеу, ұлттық аспаптарымызды, оның ішінде домбыраны құрметтеуге үйрету, сол арқылы ұлттық салт дәстүрімізді насихаттау, ұлтымыздың болашағының жарқын болуына атсалысу, еліміздің болашағы жастардың өздеріне деген сенімдерін нығайту. Бағдарламаның міндеттері ұлттық аспаптарымызды танып білуге, құрметтеуге үйрету, домбыра аспабының әрбір үйдің қастерлі мүлкіне айналуына қол жеткізу, үйірме мүшелерінің музыкалық сауаттарын арттыру, аспапта ойнау шеберліктерін шыңдау, домбырада жеке және топқа қосылып ойнауға дағдыландыру. Бағдарламаның өзектілігі келетін болсақ, авторлық бағдарламаның өзектілігі негізгі жалпы білім берудің мемлекеттік білім стандартының талаптарына және білім беру мекемесінің негізгі білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес жазылған. Бағдарламалардың функционалдық сауаттылығын арттырып, дамытады және оларды өз бетімен және үздіксіз өзін-өзі жетілдіріп, әрі қарай тәрбиелеуге және білім берудің басқа салаларында практикада қолдануға дайындайды. Оқу іс-әрекетінде интегративті тәсіл жүзеге асады. Соған сәйкес балаларды оқыту, тәрбиелеу мен дамытудың күрделі міндеттері сабақта және өзіндік жұмыста орын алады. Оқытудың құзыреттілікке бағдарлануы прагматикалық сипаттағы педагогикалық мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Балаларды нақты әлемде шебер жұмыс жасауға дайындайды. Бағдарламада балалардың білімін тереңдетіп, сауаттылық дағдысын қалыптастыруға бағытталған тапсырмалар балалардың білім-білік дағдыларын қалыптастырумен қатар өмірге деген көзқарасын өзгертіп, шешуші рөл атқарады. Аталған авторлық бағдарламаның әзірленуі барлық талаптарға сай жасалынған. Ал енді өзімнің бұл бағдарламамнан балалардан көптеген концерттерге, көптеген конкурстарға қатыстырып, балалардан күтілетін нәтижем оқушылар үйірмеде алған білімдерін күнделікті тұрмыста практика жүзінде пайдалана алуға, өз бетімен домбыра тартуға, білім қорларын ұлайтуға, музыка оқулықтарымен жұмыс жасауға үйренеді. Сіздер көріп отырған мынау суреттерде осы қазақтың ұлттық аспаптары састырнай, сыбызғы, домбыра аспаптары, мүйіз, тияқтас сияқты өзімнің қолымдағы бар аспаптармен оқушыларды білімдерін жетілдіріп, қазақтың ұлттық нағыз аспаптарын, көне аспаптармен таныстыру болып табылады. Балалар сабақта көбінесе осы аспаптарды қолданып білімдерін жетілдіреді. Және де сол балаларды осы көптеген мектепшілік концерттерге қатыстырып, аудандық, қалалық, республикалық конкурстарға қатысып, балалардың жүлделі орындарға ие болды. Және сонымен бірге қазақтың ұлттық салт дәстүрлерімен таныстыруға, соның ішінде осы домбыра аспабымен сүйемелдеп, бесік жыры сияқты әндерді орындатып, балалармен қазақтың ұлттық аспаптарын таныстырып, оларға өз еркімен ойнап, қызығуына
үлкен жағдай жасалынады. Менің авторлық бағдарламам барлық талаптарға сай және қысқа мерзімді жоспарымен толық жасалынған. Мынау сіздердің көріп отырған балалардың орындауында мектептегі үлкен қалалық семинарда оқушыларымның алғаш сахнаға шығу жұмысым. Сонымен менің 5-ші сыныптарға арналған авторлық бағдарламам сіздерге таныстырып, сіздермен бөлістім. Егер қажет деген жағдайда қызықтырып жатса, осы менің авторлық бағдарламамды сіздермен бөлісуге дайынмын. Сұрақтарыңыз болса, және өтініш сіздерден комментарияларыңыз болса, жаза отырсаңыздар, және өздеріңіздің қай қаладан, қай мектептен екендеріңізді жаза кетсеңіздер, сіздерден үлкен өтініш. Сұрақтарыңыз болмаса, енді сіздерге бүгінгі менің республика көлемінде авторлық бағдарламамды таныстыру конференциям деп жариялаймын. Көп рахмет сіздерге. Барыңызға сәттілік, жемісті болсын.